Данияр Сүлейменов. Ең бақытты әйел. Қиыншылыққа толы жылдар. Бұл 3 жылға созылған мехнатты жылдар еді. Қиындықтар күн өткен сайын арта берді. Әр күні, әр жерде, әр шатырдың басында қайтыс болған адамын жоқтаған зар айтылып жатты. Ал мүшріктер Меккеде сайран салумен болды. Сол 3 жыл аштыққа, шөлге және ауруларға толы өтті. Не деген қатыгездік! Қаныпезер Мекке мүшриктері жас, кәрі, әйел, бала шаға деп ажыратып жатпай бәріне тегіс зұлымдық жасады. Аштықтан жылаған балалардың зарлы үні Фаран тауларын жаңғыртты. Кешқұрым мұсылмандар намазға тұрғанда мүлгіген тыныштықты осы балалардың зары бұзатын. Шырылдаған ащы үн намазда тұрған әрбірінің жүрегін қарып шоқтай қыздыратын. Аштық жалмаған адамдар жүрек жалғар, талғажау болар азық іздеп, жер-жерге тентіреп кетер еді. Сағит ибн Уаққас бір күні тері тауып алады. Теріні жақсылап тазалап, артынша отқа қақтап жеп, 3 күн бойын тіктеуге әл бергені үшін Аллаға шүкір айтқан. Көпшілігі ағаштардың қабығы мен жапырақтарын жеп күнелтіп, соның салдарынан қой секілді құмалақ тастаған. Осы кезде күйеуінің жанынан табылып, оны жақсы күндерге қанаттандырған, сабырға шақырған жан Хадиша еді. Ислам жолында бар байлығын тәрк етті, денсаулығынан да айырылды. Бірақ күйеуіне деген махаббаты сондай, еш мойып, сол күніне бір ауыз шағым айтқан емес. Мүшриктер пайғамбардың отбасымен және оның соңынан ергендермен барлық қарым-қатынасты үзді. Сөйлеспеді, азық-түлік сатпады, былайша айтқанда бойкот жариялады. Хадиша анамыз қолындағы бар байлығын мұқтаждарға таратып, өздерінде де ішіп-жемге ештеңе қалмаған жағдайға жетті. Сол ауыр кезді ойлап көріңізші. Хадиша анамыздың 2 қызы Үммі Гүлсім мен Зейнепті күйеулері Алла елшісіне дұшпандығы себепті қайта әкеліп берген болатын. Анаға одан ауыр не болсын? Аштықтан, ауыр азаптан түнде олардың жылағаны естілетін. Осы күндері 2 ұлы Абдулла мен Қасымнан да айырылып, азап үстіне қаза жамылды. Сонда пайғамбарымыз жылаған әйелін жұбатып тұрып, Хадиша, жылама, оған Алла тағала жұмақта емізетін әйел дайындады, дейтін. Осындай ауыр күндерге қарамастан пайғамбарымыз Хадиша анамызды тек жымиған күйде көретін. Оның жүзіне қараған жан қиындық бар десе сенбес еді. Ерінің жүрегін жараламайын деп өз мұңын жасырған жар Хадишадай-ақ болар. Тіпті денсаулығының сыр беріп жүргенін де күйеуіне білдірмеді. Негізі Құрайыштардың бойкоты Хадиша анамызға қатысы жоқ еді. Яғни бойкот тіке Хадиша ұлдарына жасалды. Сондықтан 3 жыл қуғын сүргін көрмей-ақ Меккеде шалқып өмір сүруге оның толық мүмкіндігі бар болатын. Бірақ сонау алғашқы күннен бастап өзі қадіріне жеткен пайғамбарымызды бұл қиындыққа жалғыз тастап кететін кісі ол емес. Қуанышты кездерін бірге бөліскендей, қайғылы уақыттарда да жанынан табылуы тиіс еді. Расында сөйтті. Меккедегі жылы төсегімен 60-та алқымдаған жасына қарамастан аштық пен шөлге шыдап бақты. Не десеңіз, не үшін, неге десеңіз, жары дәл осындай уақыттарда сүйенішке көбірек зәру еді. Ізгі адамның жанашырлығы назардан тыс қалушы ма еді? Пайғамбарымыз өмір бойы жарының осы жақсылықтарын есіне алып отыратын. Мүмкіндік туа қалса Хадиша анамызды кейінгілерге үлгі етіп айтатын. Тарихта бұндай аяулы тұлғалардың саны қанша болды екен десеңізші. Хадиша Алла мен елшісіне алғаш иман еткен кісі еді. Оған дейін ешбір еркек, ешбір әйел мұсылман болмаған. Осы артықшылығы мен Алла елшісінің жүгін жеңілдеткен. Пайғамбарлар сұлтаны өзін әлде кім алда-жалда жалғанға шығарса,
өміріне қауіп төндіріп міндетіне тіл тигізсе қоғамнан оқшаулауға тырысса дереу Хадишаның жанына келетін. Содан алған қолдауы мен жүгі жеңілдеп, адамдардың қорлығын ұмытып, ісіне деген ынтасы қайта оянғанын сезетін. Хадиша ерінің бетіне ешқашан жел боп тиген емес. Пайғамбарымыз оның жанына келгенде көңіл аспанның қара бұлты сейіліп, шуақты күні қайта шыққандай жан дүниесі жадырап сала беретін. Пайғамбарымыздың Хадишаға деген теңдессіз сүйіспеншілігі әрине қиын кездерде артта қалды. Ислам қанатын кеңге жайды. Ауыр күндер ұмытылды. Бірақ пайғамбарымыз ерекше махаббаты мен сүйіспеншілігімен бір сәтте естен шығармаған бір адам бар еді. Ол Хуайлидтің қызы, Алла тағаланың өзі сәлем жолдаған Хадиша болатын. Пайғамбарымыз Хадиша анамыз туралы жиі еске алатын. Мадинаға қоныс аударғаннан кейін бірнеше жылдан соң сырттан Хадишаның сіңлісі Халяның дауысын естіп, оны өз жұбайының дауысына ұқсатып, «Тәңірім-ау, Халя!» деп орнынан тыпыршып кеткені жайлы деректер де бар. Үйіне Халя келсе, орнынан тұрып құрмет көрсетеді екен. Ал үйінде қой сойылса, бір бөлігін Хадишаның құрбыларына жіберту, сыйлық келсе, оны да соларға сыйлау пайғамбарымыздың бұлжымаған заңы болатын. Айша анамыз пайғамбарды Хадишадан қызғанғанымдай, басқа елдерінен қызғанған емеспін, оны әсте көрмегенмін де деген. Бір күні пайғамбарымыз Хадиша анамыздың жақсылықтарын тағы есіне алады. Айша анамыз шыдай алмай, үнемі Хадишаны айтасыз, Алла тағала сізге одан да жас, әрі әдемі әйелдер берді емес пе? дейді. Тозаңдай жақсылықты ұмытпайтын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алла Хадишадай хайырлы жар сыйлады. Ел мені мойындамай күпірліктің көңсіген қоқсығын ақтарып жүргенде, ол иман келтірді. Жұрт түгел мені өтіріксінгенде, ол растап қолдады. Халық менен не нәрсесін болса да аяп, итіне жегізгенде, ол дәулетіне ортақ етті. Алла тағала тек соған маған перзенттер нәсіп етті, деді. Хадиша анамыз жайлы бұл сөздерді естіген Айша анамыз айтқанына ұялып, «Уа Расулла, сені пайғамбар етіп жіберген Аллаға ант етейін. Бұдан кейін Хадиша жайлы естеліктеріңді айта жүруіңді өтінемін», деп пайғамбарымыздың көңілін аулаған еді. Не деген құрмет, не деген сүйіспеншілік. Пайғамбарымыз өмірінің соңына дейін Хадишаны есінен шығарған емес. Ол Меккеге келгенде де қаланың жоғарғы жағынан кірер еді. Өйткені онда сүйікті жары Хадишаның қабірі болатын, соған баратын. Сол жерде жаратқанға жалбарынып, аяулы жары үшін бар жақсылықты тілеп, дұға ететін. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай? Қадірлі ізгі оқырман, барша нәзік жандыларға Хадиша анамыздай болуды нәсіп етсін. Ендеше келесі аудио жазбада кездескенше, ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.